Келесі 492 есептің біріншісін шығарайық. 19-дан 12 бөлшегінің бөлімін өзгертпей, одан 2 есе кіші бөлшекті жазыңыз дейді. Бөлшектің бөліміне 19 санын өзін жазып қоям. Алымын 2 есе кіші болу керек. Сонда бөлеміз 2-ге. 12-ні 2-ге бөлсек 6-ға тең болады екен. Келесі 19-ның өзін жазып қоямын. Алымы 3 есе кіші болатын болса, 12-ні 3-ге бөлем, сонда 4 болады. 19-дан 4 болады екен. Келесі 19 санын өзін жазып қоям. Алымы 4 есе кіші болу керек. Сонда 12-ні 4-ге бөлетін болсақ, 3-ге тең болады. 19-дан 3-ге тең болады екен. Келесі 6 есе кіші. 19-дан 12-ні 6-ға бөлетін болсақ, 2-ге тең болады екен. Сонда 19-дан 6, 19-дан 4, 19-дан 3 және 2 деген сандар болады екен. Келесі екіншісі 24-тен 5. Бөлшегінің алымын өзгертпей, яғни 5-тің өзі тұрады. Бөлімін 2 есе үлкен сан, яғни 24-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 48-ге тең болады екен. Келесі 5-тің өзін жазып қоям. 24-ті 4 есе үлкейткенде, ол бізге 96-ға тең болады. Келесі 5-тің өзін жазып қоям. 24-ті 8 есе үлкейтетін болсақ, 192-ге тең болады екен. Келесі 493 есебіміз. X саны 7-ден 3-тен үлкен, бірақ 7-де 6-дан кіші. Бөлімі 9-ға тең 4 бөлшекті жазыңыздар дейді. Яғни бөлімдерін 9-ға келтіріп алайық. Ол үшін ортақ бөлім 9 санынан береміз. Сонда 63-тен 27 болады. Үлкен X дейік. Және 63-тен 54 болады екен. Яғни 63-тен 27 және 63-тен 54 сан аралығында жататын 4 санды жазу керекпіз. Және ол бізде бөлшектің бөлімі 9-ға келу керек. Яғни 7-ге еселік сандарды жазамыз ғой. Сонда 63-тің өзін жазып аламын. 27-тен кейін 7-ге еселік болатын 54-тен кіші сандарды жазамыз. Ол бізде 28. Оны 7-ге қысқартатын болсақ, 9-дан 4-ге тең болады екен. Келесі 63-тен 28-ден кейін 7-ге еселік болатын сан, ол бізде 35. 7-ге бөлетін болсақ, 9-дан 5-ге тең болады. Келесі 63-тен 42 болады. 42 саны бізде 7-ге еселік болады. Қысқартатын болсақ, 9, 6. Келесі 63-тен 49 саны 7-ге қысқартып жіберетін болсақ, 9-дан 7-ге тең болады екен. Енді біз 7-ден 3 саннан кейін 9-дан 4 санын алдық, және 9-дан 5 санын аламыз, және 9-дан 6 санын аламыз, және 9-дан 7 санын аламыз, одан кейінгі сан 7-ден 6 санын аламыз. Яғни осы аралықта жататын бөлшектің бөлімі 9-ға тең бөлшектер болады екен. Келесі екіншісі. X саны 5-тен 2-ден үлкен, бірақ 5-тен 4-тен кіші. Бөлімі 7-ге тең 3 бөлшекті табыңыз. Ол үшін бөлшекті 7-ге көбейтейік. Сонда 35-тен 14 және 35-тен 28-ге тең болады. Енді 35-тен 14 және 35-тен 28 бөлшектердің аралығында жататын бөлшектің бөлімі бізде 7-ге тең болатын 3 санды жазу керекпіз. Ол үшін 35-ті алайық. 35-ті бөлшектің бөлімі 7-ге тең болу үшін 5-ге бөлінетін сандар аламыз. Сонда 15-ті аламыз.
бөлінетін болсақ 7-ден 3-ке тең болады. Келесі 35-тен 20 санын алайық. Бөлсек 7-ден 4 болады. Келесі 35-тен 25 санын алайық. Сонда бөлетін болсақ 7-ден 5-ке тең болады. Яғни 35-тен 14 және 35-тен 28 аралығында жататын 3 санымыз 7-ден 3 және 7-ден 4 және 7-ден 5 деген сандар болады екен.